Ал қайырлы кеш барлықтарыңызға, құрметті оқушылар. Бүгін біз тест центрдің шығарып жатқан жаңа деген нұсқаларын талдаймыз. Мат сауаттылық бойынша. Көрейік енді. Мына жерге GCN жазады екен. Так. Қандай пән таңдаймыз? Пәндерге байланысты нұсқалар бөліне ме, бөлінбей ме? Қалай болады өзі? Биохим, физмат. Так, физмат па? Bir ауыздан жарайды. Физмат болса, физмат. Кеттік ал. Қазақша, орысша, ағылшынша қайсысы? Ағылшынша бұра береміз, а? Қазақша, е? Қазақша екен. Ұбуту ма, ТКТ ма? Ұбуту, е? Все, кеттік. Пән таңдауға жеттейді. Мен не таңдаған жоқпын ба, не таңдап отырмын ғой. Е. Так, 1928-1932 жылдар Қазақстанда үкімет саясатына қарсы наразылыққа себеп болған науқан дейді. Ұжымдастырудан кейінгі ғой бұл. Индустрияландыру. Мекен деп қоям. Анау тарих екен ғой, жарайды. Мат сауаттылық бізге керегі. Жарайды. Бізге керегі мат сауаттылық екен. Так. Бүйтіп қойып онда. Бүйтіп қойып. Кеттік ал. Бірінші есеп. Мына жерде просто m-нің орнына 2-ні, n-нің орнына 3-ті қоямыз. Сонда 2, мұнда мынандай тең 2-нің кубы бөлінген 3-тің квадраты ғой. 8 бөлінген 9. Оңай, анау бірінші есеп. Оңай, е. Так, енді мынау есептер оңай. Екінші есеп дейді, мектеп лотереясының ұтысына 100 сыйлық, кітаптар, альбомдар, қаламдар 5000 теңгеге сатып алынды, әрбір кітап 500 теңге дейді. Мына жерде балалар бізден қосқан кезде келу керек. Мысалы, бір кітап 500 теңге тұрса, 39 альбом дегенің ол 3900 теңге тұрады. 60 қаламың 6000 теңге тұрады. Келе ма десе, келеді осы ма. 3900 қосылған 600 теңге. 4500, бір кітабың 500 теңге, 5000 теңге. Келеді. Сы келеді, өсіп тексере саламыз бұнда. Так. Келесі үшінші есеп 0, 2, 4, 6 дейді. Цифрларын пайдаланады екенбіз біз. Екінші тақта дейді. Тақта көрініп тұр ма, балалар? Оқушылар, тақта көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Мен жазып отқандарым. Көрінбей ма не? Бітсе ше? Бітсе көріне ма? Көрініп тұр ма? Енді 0, 2, 4, 6 цифрларын біз бір рет қана пайдаланады екенбіз. 3 таңбалы сандар дейді. 3 жәшік. Көрініп тұр ма? 3 жәшігім менің. Енді бірінші жәшікке мен балалар 3 сан жазылам, 0-ден басқаларын. Екінші жәшікке енді мен мысалы 4 жазсам, мен 4 жазамайым. Келесі екінші жәшікке мен тағы 3 сан жазылам, 0-де де жазылам. Келесі үшінші жәшікке енді мен 2 сан жазылам. Сонда 18 болады жауап. Көрінбей мана жазып атқаным, вообще.
Так. Енді көріну керек, ә? Енді көрінді ма? Енді көрінеді екен. Все. Міне мен айтып жатқаным мынау. Бірінші жәшікке мен 3 ақ сан жазыламын. 2, 4, 6. Екінші жәшікке 0 қосылады, бірақ ана бірінші жәшікке жазған санымыз жазылмайды да, 3 сан. Үшінші жәшікке 2 ғана сан. Сонда бәрін көбейтеміз 18. Так, д нұсқасы екен. Мынаны онда мен былай ыңғайластырып қойайын. Так. Так, мына жерде белгіледік 18 деп. Келесі сұлтан 1-ден 1000-ға дейінгі 1000 сан дейді. Үшін 1000-ды қоса алғанда натурал сандар жазып шықса, оның пайдаланған цифрлар саны дейді. Бізде 1-ден 9-ға дейін бір таңбалы 9 цифр пайдаланамын мен, 10-нан 99-ға дейін 2 таңбалы қанша сан бар десе 90 сан бар. 2-ке көбейтеміз, 180 цифр қолданамын мен. Енді 100-ден бастап мен көрініп тұр ғой экранның балалары. 999-ға дейін 900 3 таңбалы сандар, 3-ке көбейтем, 2700 цифр қолданамын. 1000-ға мен 4 цифр қолданамын, 1000 үшін. 9, 180, 189, 2700-ге 189 қосамыз сонда. Бәрін қосамыз қысқасы. Қосамыз. Сонда 2880, 2889-ға 4 қосамыз, 2893. Мінекей. Так, келесі 5-ші есеп екен мынау бізде. Так. 10-ші мүшесін табыңыз дейді. Берілген сандар тізбегінің дейді. Енді мына жерде не істеп жатыр бізде? Бүйтеді балалар. Мысалы 4 деген 2-нің кубынан 2-нің квадратын азайтқанда шығады. Анау 18 деген 3-нің кубынан 3-нің квадратын 9-ды 27-тен азайтқандан шығып жатыр. Түсіндіңдер ма? Үшінші сан. Бірінші 0 деген сан ол 1-дің кубынан 1-дің квадратын азайтқандан шыққан ғой. Енді 4-шіна 48 деген 4-нің кубынан 64-тен, яғни 4-нің квадраты 16-ны азайтқанда шыққан 48 болып. Енді бізге 10-ші мүшесі дейді. 10-ші мүшесі 10-ның кубынан 10-ның квадратын азайтқандан шығады. Яғни 1000-нан біз 100-ді азайтсақ 900 шығады. 900 болады екен. Мінекей. Не деген заңдылық айналайын-ау дейді. Масқара заңдылық енді. Масқара. Мынауда келген мартта мен жауабын білмедім дейді. Суреттегі фигураның периметрі 17-ге 23 қосып 2-ге көбейте саламыз, 80 шығады. Мынаның барлығы мынау, одан кейін мынау, одан кейін мынаны қосынса 17, мына жер, одан кейін мына жердің қосынса 23. Мұнараның шатыры конус пішіндес. Шатырдың биіктігі 1,5 метр, ал мұнара табанының диаметрі 4 метр. Бізде радиус демек белгілі 2 метр деген сөз. Диаметрдің жартысы. Биіктік белгілі 1,5 метр. Бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданын табу үшін біз пи р л формуласын қолданамыз. Пи бізде 3-ке тең деп берген, радиус 2-ке тең, жасаушысы жоқ.
міне L деп көрсетіп тұр ғой, міне, иә, жасаушы жоқ, бірақ H биіктік бар, радиус бар. Мына үш бұрышқа қарасақ, қоңыр. Біз қазір жасаушысын тауып ала аламыз. Мына 90 градус, биіктігіміз 1,5 метр, радиусымыз 2 метр. Жасаушысы енді гипотенуза болып тұр. 1,5-ның квадратына 2-ның квадратын қосып түбір астынан шығару керек. Жасаушыны табу үшін. Осы кезде бізде 1,5-ның квадраты 2-де 25-ке, 4 қоссақ 6-да 25, 6,25. Түбір астынан ол 2,5 болып шығады. Жасаушы белгілі болды 2,5-ға тең. 6-ны 2,5-ға көбейтсек, енді 15 шығу керек, иә? Міне осындай жағдай 15 деген сын нұсқасында тұр. Түсінікті шығар ма есеп? Келесі 8-ші есеп. 8-ші есеп. Бірде екі қоймада цемент сақталған, бірінші қоймадағы цемент, екінші бірде екі қоймада дейді балалар. Екі қойма бірдей. Мынау да, мынаның да сақтайтын нелері бірдей. Бірінші қоймадағы цемент, екінші қоймадағы қарағанда 14 тоннаға кем. Екінші тоннада, мысалы, мынау екінші тонна болсын, мынау бірінші тонна болсын. X килограмм болса, X тонна болса, біріншісінде демек кем 14 тонна. X азайтылған 14. Қоймалар толтыру үшін бірінші қоймадағы алғашқыда сол қоймадағы цемент салмағындай цемент әкелінді дейді. Тура осындай цемент тағы әкелініп, бұлар екі еселенді. Ал екінші қоймаға 30 тонна цемент әкелінді. Мынаған 30 тонна цемент әкеліпті. Екі қойма толтырылғаннан кейінгі дейді. Яғни екеуі толтырылды. Олар бірдей еді ғой негізі екеуі. Сол үшін мен тең дедім. Екеуі бірдей. Олардағы цементтің жалпы массасын сұрайды енді бізден. Жалпы массаны сұрайды. X тауып аламын мен осы жерден. 2x азайтылған 28, x қосылған 30. Мына x сол жаққа жіберіп, x тең 28-ді 30-ға қосып жіберіп, 58 тоннаға дейміз. X 58 тонна екен. Алғашында бізде екінші қоймада x тонна болды, яғни 58 тонна. Біріншісінде x азайтылған 14 болды, яғни 58-ден 14 азайтсақ 44. Екеуін қосып жіберсек, енді бізде 100 қанша шығады? Мынау дұрыс болмады, так. Мынау алғашында болғаны, енді x-ті r-ге қоя салайық, балалар. R-ге қоя салайық. Так, мынаны жазбай қойық былай. X-ті r-ге қойып, 2 көбейтілген 58-ден 14 азайтайық. 44. Қосу, мына жақта 58-ге 30-ты қосайық. 88. Сол кезде бізде 88 қосылған 88-ді 2-ге көбейтсек 176. Толтырылғаннан кейінгі жалпы бізде массасын сұрап отыр екен. Келесі. Компот қайнату үшін дейді, мынау қаншасыншы сұрақ? 9-ші сұрақ, е. Компот қайнату үшін алынған алма, алмұрт және қара өріктің массаларының қатынасы 12, x дей салайық, 5x, 3x. Мынау алма екен. Мынау алмұрт екен. Мұрт дей салайық. Мынау өрік екен, қара өрік. Компот қайнату үшін алынған қара өрік осы жемістердің неше процентін құрайды дейді. Барлығын қосатын болсақ, бізде 20x. 20x бізде 100% құрайтын болса, өрік 3x. Неше процентті құрайды? Енді x пен 20-ны көбейтсек 20x, 100 пен 3-ті көбейтсек 300, 0 мен 0 кетсін, x тең болады 15%-ға. Мұрт дегенге күліп атсынар ма? Жарайды. Келесі турист дейді, суретте көрсетілгендей.
А қаласынан Б қаласына 3 түрлі жолмен Б қаласынан С қаласына 5 түрлі жолмен барылады. Ал қайтарда тек 7-ші, 8-ші дейді міне. 7 мен 8-бен қайтады. Одан 3-пен мына В-дан А-ға қарай қайтады. Жолдарды пайдалана алатын болса, оның А қаласынан С қаласына неше түрлі тәсілмен барып қайталатын табыңыз дейді да. Енді біз А қаласынан баруымыз енді мынау. Баруымыз бізде 3 вариант бар, мына жақта 5 вариант бар да. Көбейтеміз екеуін, 15 бізде нұсқа бар. Баруымыздың. Келуіміздің енді. Келу. Келген кезде біз мына жақта С-дан В-ға қарай 2 ғана жолмен келе аламыз. В-дан А-ға қарай 1 ғана жолмен, 3-ші трассамен келе аламыз да, 1 ғана жол. 2 жолмен келе аламыз. Енді барып қайта алатын табыңыз неше түрлі тәсілмен дегендіктен біз негізі көбейтуіміз керек еді. Бірақ тест-центр мына жерде қос деп беріп тұр енді. 15 қосылған 2 тең 17. Деп шығарамыз енді ше. 30 деген жауап жоқ. Негізі мына жерде олар С қаласына неше жолмен барып қайталады десе 17 болады. Неше түрлі тәсілмен деген. Негізі біз 30-ын санай аламыз. Осылай барады, бұлай қайтады деп. Сонымен 17 болады екен. Келесі. Төменде кестеде КВН ойынына қатысқан 4 командаға 3 сайыс бойынша Әділғазы алқасының қойылған ұпайлары беріліп тұр. Ұпайлардың қосындысы ең үлкен болатын команда бас жүлдені иегері болатын болса, бас жүлдені иеленген команданың алған ұпайы қызғалдақтар сияқты ең бас жүлдені алғандар 26, 22, 28 болсақ 70. Так, нерде 76 шығады да. Қызғалдақтардікі 76 шығады. Өнер қырандарыныңкі бізде 50, 60, 73 болады. Қазудікі 72 болады. Triple G Головкиндікі ол не істеп жүр десейші? 51, 61, 71, 75 болады екен. Қызғалдақтар екен, сол 76-ны белгілейді екенбіз. Келесі 12-ші есеп дейді. Арман дейді, өзеннің енін есептеу керек. Қойылған мақсатқа жету үшін Арман қағаздың бетіне төменде көрсетілген сызбаны салды. Мұндағы Б1 С1 параллель БЦ-ға дейді. Б1 С1-ді көріп отырмыз балалар міне. БЦ деген міне. АЦ1 30-ге тең дейді. Енді қараңдар. Так. Былай түсін. Фалес деген бізде теорема бар. Сол бойынша мына жерде А деп қойық. Мұнан С1. С деп қойық. В1. Бізде белгілісі АЦ1 30 метр екен мұна жеріміз. Одан АВ1 бар екен, 35 метр екен. В1 В бар екен. Ол сәл көрінбей қапты маяқта. $49-ға тең екен міне. 49-ға тең екен. Енді қараңдар балалар. Мына жерде біз 30-ды 35-ке бөлсек, мынау АЦ бар ғой. АЦ-ны мынау АВ-ға бөлгенге тең болады. АЦ1-дің АВ1-ге қатынасы, яғни 30-дың 35-ке қатынасы кішкентай бөліктер АЦ1 мен АВ1. АЦ-ның үлкен мынау АЦ-ның АВ-ға, яғни 35-ке 49 болса қанша шығады? 84 шығады. 84-ке қатынасына тең. Енді АЦ-ны қазір біз тауып алсақ, содан біздің мына өзеннің ені С1 С болып тұр ғой, бізге керек мына жер болып тұр ғой негізінде. 30-ды азайта саламыз АЦ-дан. Енді 84 пен 30-ды көбейтеміз, сонда соны 35-ке бөлетін болсақ, пропорция 72 болады.
72-ден 30 азайтып тастасақ 42. С1 С сонда 42-ге тең екен. Түсінікті ма? Кішкентай бөліктің мына кішкентай бөлікке қатынасы мына үлкен бөліктің мына жақта үлкен бөлікке қатынасына тең болу керек. Фалес теоремасы деп аталады. Келесі онда 13-ші есеп, кітаптың бірінші томының 60. Так, мынаны бүйтіп қойық. 60%-ның екінші томының 75-інің құны 2700 мың теңгені құрайды. Ал 300-інде барлық кітаптарға 237 мың теңге төленді. Өйткені кітаптың бірінші томы 15%, екінші томы 10%. Арзан бағамен сатылды. Кітаптардың алғашқы бағасы қанша болған табыңыз? 2000 теңге мен 2000 теңге болды. Есептеп көретін болсақ, 2000 теңгеден 60 кітабың 120 мың теңге болады. 75 кітабың 150 мың теңге болады. Қоссақ 270 мың. 2000-ді 15% жеңілдікпен 1700 теңгеге сатасың. 10%бен 1800 теңге. 1700-ді 60-ға, 1800-ді 75-ке көбейтсек, 237 мың теңге шығады. Жауаптарымен осылай тексерсек та болады. Түсінікті? Тапсырманы дейді енді келесі мына есеп. 30 жұмысшы 6 күнде орындау керек еді дейді. Қандай пропорция болар? Жұмысшы мұнда күндер. Мына 30 жұмысшы екен, мына жақта 6 күн. Енді айтады, тапсырманы межелеген күннен бұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20%-ға арттырылды. 30-ның 20% 6, демек қосылса 36 болады. Тапсырма неше күн бұрын орындалғанын көрсетіңіз дейді. Енді қараңдар, 30 жұмысшы 6 күнде орындаса, 36 жұмысшы неше күнде орындайды? X күнде. Мына жерде енді жұмысшылардың саны артса, күндердің саны кемей ма, арта ма? Кемейді. Демек, бұл тура пропорция болар. Тура пропорция 30 бен 6-ны 36 мен X-ті көбейтіп теңестіреді. Сонда 36X тең 30 көбейтілген 6-ға X тең болады 5-ке. Енді аяқта 5-ті белгілеп қоймау керек. Себебі тапсырма неше күн бұрын орындалғанын көрсетіңіз. 1 күн бұрын орындалып тұр. Бөлменің едені тіктөртбұрыш тәріздес дейді. Және өлшемдері 4 метр, 6 метр. Демек, оның жалпы ауданы бізде 24 метр квадрат. Бөлменің ауданы, Осы бөлменің еденін жабу үшін өлшемдері 20 сантиметр, 30 сантиметр болады. Неше плитка дейді. Плитканың ауданы бізде метрмен алсақ 0,2 метр, 0,3 метр деп көбейтеміз. 0,6 метр квадрат болады. Бір плитканың бізде ауданы. 24-тен бөлсек, бізде 0,6-ға қанша шығады? 400 клетка шығады. Клетка емес, плитка. 400 штук. Осымен бітті. Так. Түсінікті болды деп ойлаймын енді мына нұсқаға балалар. 15 балл алуларыңа кім кедергі болады? Кедергі емес ештеңе. Тестілеуді аяқтау. Так, 3 қосылған 3, 7, Так, 15 балл алады екенбіз үстінен. Жақсы. Миым кедергі болады дейді. Тағы бір нұсқа көреміз ба? Желанияларың бар ма? Мартин өткенде біреуін тапсырып етіп қасақ қойдым ғой, көрсеңдерші. Көрейік тағы біреу дейді. Все. ЖСН, так, 2004 жылғымын. Майдың 25-і туған күнім, короче. Так. Онда бізде шығамыз дейді. Қой биохимдар ренжімесін кеттік. Биохиммен бастап көрейік. Өтірік істей беруге болады екен ғой дейді. Жаңағы нұсқа түсіп қалған сияқты.
Иә, сол нұсқа түсіп қалды, иә. Сол нұсқа түсіп қалды, масқара. 2000-5000, короче. Қазақ тілі әдебиеттің, короче. Тағы сол нұсқа түсіп қалды ойын. Қарғыс атқыр. 2000-6000. Короче. Басқа вариант жоқ емес, бар еді негізі. Бар болу керек. Болу керек. О, міне. Бәрекелді. Міне бәрекелді. Басқа анау нұсқа, иә. Кеттік ал. Бұл бір дұрыс болды. Бірінші есептен бастайық. Оқушы бір сан ойлады. Так, надо өшіре салайық. Маған келген осы дейді. Давайте оңайларын жылдам шығарып тастаймыз. Бір сан ойлайды, x деген санды ойлайды ол. 2 есе арттырады, 2 есе арттырады. 4-ке кеміткенде дейді, 3,2 болады екен. 2x сонда тең болады 7,2-ке, x тең болады 3,6-ға. Қызанақтың жалпы массасының 90%-ын су құрайды. 400 грамм қызанақтың құрамында құрғақ массасы дейді. 400-дің ең құрғақ массасы 10%. Сонда 40. 40. Дүкенде дәптерлердің 3 түрі. Көбейте саламыз мына жерде просто. Қаламдардың 4 түрі және сызғыштардың 2 түрі бар дейді. 3, 4, 2-ні көбейте саламыз. 24 шығады. Қанша тәсілмен бір дәптер, бір қалам және бір сызғышты сатып алатынын анықтаңыз. Енді былай кесе қайтесіңдер сендер. Бір қалам, 2 сызғыш. Бір қалам, бір дәптер, бір қалам, 2 сызғыш десе. Жоқ, 2 сызғыш емес, давайте. Бір дәптер, короче, бір дәптер, 2 қалам, бір сызғыш. Не істейсіңдер? Қосамыз дейді. Жоқ. Балалар, негіз бұл терудің есебі. Дәптер, 3 дәптерден бір дәптер теріп алу керек. Қосамыз. Одан кейін 4 қаламнан 2 қалам теріп алу керек. Қосамыз. 2 сызғыштан 1 сызғыш теріп алу керек. 3 қосылған, 4 көбейтілген 3 бөлінген 2, қосылған 2. Мына жерде 6 болады, сонда 11 болады. Неше тәсілі бар екен? Жоқ, кешіріңдер, нерді көбейту ма? Нерді масқара. Нерді көбейту. 11 емес нерді. Көбейту болады араларында. Сонда 6 мен 2-ні көбейтсе 12, 3-ке көбейтсек 36. Түсінікті ма? 2 қалам дегендіктен 4-еуден 2 қалам теріп аламыз. Солай жазасыңдар. Аралар көбейту. Келесі 4-ші есеп, мынаны енді білесіңдер, өткенде келген есеп. Hyundai 2003 теңге үнемдейді деген, ә? Mercedes үнемдемейді, берді. 3 емес 6 емес па дейді. Жарайды, мына есепті қарай салайық. 200 километр. Маған 30, маған 40 литр керек болады. Так.
Мынаған 30 литр, анаған 40 литр. Hyundai'ге 210 теңгемен жүреді. Сонда бұл 6300 теңге керек болған. Ал мынаған 4000 теңге. Значит, Hyundai 2300 теңге үнемдейді екен. Дұрыс айттың ғой? Ағай дейді, ау. Неше тәсіл дейтін есепті әбеке өтініш дейді. Не дейсің, не? Құрғырды. Тәсіл деген дейтін есепті не? Қайта түсіндіресіз да жаңағы дейді. В общем, теріп алу керек қой әрқайсынан. Оқушы қанша тәсілмен бір дәптер, бір қалам және бір сызғышты сатып алатынын анықтаңыз. 3 дәптердің ішінен біз біреуін 3 тәсілмен теріп аламыз. Сол үшін 3 көбейтілген 4 көбейтілген 2 дедік. Теріп алып отырамыз әрқайсынан. Түсінікті? Ана жерде біреуден деген әрқайсынан. Қазір цилиндр керек дейді. Кестедегі заңдылыққа сәйкес келетін дейді. Өрнекті анықтаңыз дейді. Мына жерде квадраттап бірді қосып отырық. Міне С болады. Неге екі қалам таңдап алдыңыз дейді. Егер де екі қалам деп сұраса, солай шығарасыңдар деп айтқам ғой. Егер де екі қалам деп сұраса, былай С 4-те 2 деп шығарасыңдар деп айтқам ғой. Түсіндің бе? Мысал айтайын. Мынау Т квадрат қосылған бір болады. Цилиндр дейді, енді мынау оңай. Радиусы 2 дециметр, биіктігі 4 дециметр дейді. Радиусы 2. Биіктігі 4. Қанша литр дейді? Көлем ғой. Пи квадрат, пи 3-ке тең. Радиусы 2-нің квадраты, пи квадрат көбейтілген биіктік. 4, 4, 16, 16-ны 3-ке көбейтеміз, 30, 48 бола ма? Дециметр куб. 48 дециметр куб. Мына жерде айтады, қанша литр су толтыруға болатынын анықтаңыз дейді да, дециметрмен береді жауабын. Прикол, ә? 1 дециметр кубта 1 литр бар, балалар, мына жерде литр деп жазу керек еді негізінде. 48 деп белгілейсіңдер кішкентай. Мына жерде енді 8-ге 10-ды қосса 18, 12-ге x-ті қосса 18 шығу керек, 6 болады x. Мына жерде ше. Hyundai түсіндіретін түгі жоқ, о жерде анаған қарағанда ол 2300 теңге аз жіберіп тұр, соны үнемдейді деп белгілейсің болды. Так. Ой, мынау не істеп кетті. Так, қоймадағы ұнның 40% нан зауытына, ал қалғаны дейді. 3 дүкенге бөлінді. Мынандай қатынаспен. 3x, 25x, 8x. Егер бірінші дүкенге, үшінші дүкенге қарағанда 40 тонна ұн кем түсірілген белгілі болса, бірінші дүкен 3x, үшінші дүкен 8x, разницасы қанша десе 5x дейміз. Сол 5x-іміз бізде 40 тоннаға тең болып тұр екен. X сонда бізде 8 тоннаға тең болып тұр екен. Енді мынау бәрін қосатын болсақ, бізде қанша x шығады? Мынаның бәрін қосып жіберсе 36x шығады. 36x 8-ге көбейтетін болсақ 36-ны. 288 тонна бізде жалпы бұл дүкендерге жіберілгені. 40% нан зауытына жіберілді, қалғаны, яғни 60% нау балалар сонда бізде. Дүкенге жіберілген сонда. 288 тоннамыз 60% болса, бізден нені сұрап жатыр? Қоймадағы барлық қанша дейді? 100%-ын сұрап жатыр. Мына жерде x дейміз, сонда 288-ді 100-ге көбейтеміз, сөйтіп бөлеміз оны 60-ға. 480 екен x-іміз. 480 тонна екен.
Оңай ғой балалар. 8x азайтылған 3x дей саласыңдар, болды. X тауып аласыңдар да кеп қоя саласыңдар. Так, кітап беттерін нөмірлеуге дейтін мына есеп енді. 2929 цифр қолданылған болса, кітап беттерінің санын табыңыз дейді. Біз жалпы 1-ден 99-ға дейін қанша цифр қолданамыз? Соны айтыңдаршы, 189 цифр қолданамыз, Одан кейін 3 таңбалы сандар кетеді. 100-ден бастап 999-ға дейін 900 бет бар. Әрқайсысына 3 цифрдан 2700 цифр кетеді. Сонда 2929 деген 189-ға 2700 болса 2889. Ол 4 таңбалы беттерді нөмірлеп барып тоқтайды екен ғой. Түсіндіңдер ма? 4 таңбалы. Енді азайтамыз 2929-дан 1-ден бастап 999-ға дейін нөмірлеген 2700 қосылған 189, 2889-ды. Сонда бізде 4 таңбалы беттерді нөмірлеуге кеткен цифрлар шығады. Мына жерде 40 цифр. Ары қарай сонда біз қанша бетті нөмірледік? 10 бетті. 1000-нан бастап 10 бетті нөмірледік. Тағы 9 бет. Сонда 1009 бен тоқтадық қой біз, түсіндіңдер ма? 1009 бен тоқтадық. 1009 бет нөмірледік. 1-ден 99-ға дейін 189 цифрын кетірдік. 100-ден бастап 999-ға дейін 2700 цифрын кетірдік. Одан ары қарай 40 цифр кетіріп біз 4 бетке кетті. То есть 10 бетке кетті. Әрқайсысына 4 цифрдан. 1000, 1001, 1002, 1003 деп 1009-ға дейін. Формула ештеңе айтпаңдар балалар маған бұйырды, түсінікті? Ешқандай формула ештеңе керек жоқ. Мына нәрсені білсеңдер болды. 1-ден 90-ға дейін бізде 1-ден 9-ға дейін, то есть 9 бет бар, 9 цифр қолданамыз. 10-нан бастап 99-ға дейін 90 бет бар, 180 цифр. 1-ден 99-ға дейін 189 цифр. 100-ден бастап 999-ға дейін 900 бет, әрқайсысына 3 цифрдан 2700 цифр қолданамыз. Осыны логиканы білсеңдер болды. Азайтасыңдар, қалған цифрлар сонда 4 таңбалы беттерді нөмірлеуге кетті дейсіңдер. Так, мына есеп сандар қатарының арифметикалық ортасы мен медианасын анықтаңыз. Медианасын анықтап жіберейік. Бірінші 13, өсу ретімен жазамыз. 13. Одан кейін 16, 19, 35, 37, 42. 6 сан болғандықтан ортасында 2 сан тұр мыналар. Қосамыз 2-ке бөлеміз. 54 бөлінген 2. 27. Арифметикалық ортасы да 27 ма болды. Қосып 6-ға бөлсек 27 шығады екен. Футболдан Чемпиондар лигасының А тобындағы 5 клубтың ойын кестесі берілген. Әр клубқа жеңіс үшін 3 ұпай дейді. Тең ойын үшін 1 ұпай, жеңіліс тапса 0 ұпай беріледі. 3-2 есебімен Реал Мадрид клубы Барселонадан басым түскен дейді. Біріншісі өзінің шотын жазады екен, көрдіңдер ма? Реал Мадридке 3-2 деген, ал кімге? Барселонаға Реал Мадрид ойнағанда 2-3 деген. Бірінші жазылғаны ол сол команданың салған голдар. Енді сұрайды, так, мынаны былай не істеп жүрейік. Қайратты көрінбей қалыпты. Ең көп ұпай жинаған команданың ұпай санын анықтаңыз. Қай команда ең көп ұпай жинаған өзі? Бізде мына жерде Барселона 1 тең ойын ойнаған, 1 рет жеңген 4 ұпай. Реалда 1 тең ойын, 2 жеңіс, 2 тең ойын, 2 жеңіс бар, 8 ұпай. Челсида 2 тең ойын, 1 жеңіс бар. Аз бұнқы Спартактікі мүлде аз, Қайрат вообще жеңіліп, Реалмен ғана тең ойнапты. 1 жеңіс Реалда, сонда 2 жеңіс, 2 тең ойын, 8 ұпай ғой. Реал екен ғой. Қайрат пен Реал 0-0 ойнаған, себебі ол жерде жаңбыр жауып кетіп, Алматыда ойын болмай қалған. Реал Мадрид сөйтіп Манчестер Ситимен ойнайым, қой жігіттер қол бос емес деп кетіп қалған. Әйтпесе 0-0 ойнаймайды олар. Әйтпесе қазір Бенземаның қарқынын білесіңдер жігіттер өздерің. 40-30 сантиметр куб тәріздес. Қақпағы жоқ болатын жәшіктің барлық жақтарын сыртынан бояу керек, боялатын беттің ауданы дейді.
негізі 6 жағы бар жәшіктің. Қақпағы жоқ болғандықтан 5 жағы бар дейміз. Бір жағының ауданын табайық. 30 сантиметр, 30 сантиметр деген 0,3 метр, 0,3 метр. Ауданын табатын болсақ, 0,3 көбейтілген 0,3, 0,9. 5-ке көбейте саламыз енді осыны. 0,45 болады сонда. Так, келесі 13. Ақкөл мен Бақанас ауылдарының арасы дейді. Так, Ақкөл мен Бақанас ауылдарының арасы 30 километр екен. Ақкөл, мына жақта Бақанас бар. 30 километр. Осы екі ауылдың арасында Сарыкөл. Сарыкөл деген ауыл бар екен. Ауылы орналасқан Ақкөлден Сарыкөлге дейінгі арақашықтықтың 4/1, Сарыкөлден Бақанасқа дейінгі арақашықтықтың 6/1 тең. Ақкөлден Сарыкөлге дейінгі арақашықтықтың 4/1, 4/1 Сарыкөлден Бақанасқа дейінгі арақашықтықтың 6/1 тең дейді. Битсек болады мынаны ше. Ақкөлден Сарыкөлге дейінгі арақашықтық x болсын, Сарыкөлден Бақанасқа дейінгі арақашықтық 30 бөлінген 30 азайтылған x болсын. X болсын. Енді айтады 6/1 тең дейді. X-тің бізде 4/1, 30 азайтылған x-тің 6/1 тең. Ауылдар түзу жолдың бойында орналасқан деп есептеп, Ақкөл мен Сарыкөл ауылдарының арақашықтығы қанша километр екенін табыңыз. Ақкөл мен Сарыкөл сұрайды, x сұрайды. Так, сонда біз x бөлінген 4 тең 30 бөлінген 6 5 азайтылған x бөлінген 6-ға тең. Енді x бөлінген 6-ны x бөлінген 4-ке қосып жіберейік. X бөлінген 4 қосылған x бөлінген 6 тең 5-ке. 12-ден берілсе мұнда 3, мұнда 2. 5x бөлінген 12 тең 5-ке. 12-ні 1-ден 5-ке көбейтіп жіберейік. Олар немесе жаза берейік. Жазып келеміз да. Сонда 5x тең болады. 5 пен 5 қысқарасасын x тең болады 12-ке. Өткенде шығарған есебім мынау негізінен, YouTube'та шығарғанбыз негізі. Екеуін теңестіруге бола ма дейді. 12 деген жауап тексерсеңдер болады. 12-дің 4/1 ол 3, қалғаны 18 болады. 30-дан 12-ні азайтсақ. 18-дің 6/1 ол да 3. Тең ба? Тең болды. Солай да шығарса болады. Орындарына қойып. Жауап нұсқаларын тексеріп. Бактерия әр секундта 2-ке бөлінеді дейді. Егер бір бактерияны пробиркаға салса, онда 10 секундтан кейін олардың саны дейді. 1 секундта 2-ке бөлінеді. 2-ның 10 дәрежесін ала саламыз ғой демек. 1 секундта 2 болады. 2 секундта 4 болады. 3 секундта 8 болады дегендей ғой. 10 секундта 2-ның 10 дәрежесі. 2-ның 5 дәрежесі 32, 64, 128, 256 болады. Так. Короче, 2-ның 5 дәрежесі көбейтілген. В общем, қараңдар. 2-ның 5 дәрежесі 32, одан 64, 128, 256, 512, 1024 қойыз. Нұсқасын белгілейміз. 2-ның 4 дәрежесі 4 дейді. Жаңалық ашылды. Жаңалық ашылды. 2-ның 2 дәрежесі ғой просто. Орындар ауысып кеткен ғой.
Эврика дейм ба? Үйдің шатыры дейді, табан қабырғалары төртке тең шаршы болатын пирамида пішінде етіп жасалынған дейді. Шатырдың биіктігі үшке тең болса, үйдің шатырын қаптау үшін керек материалдың ауданын табыңыз дейді. Төртке тең шаршы екен, пирамида пішінде етіп жасалынған екен. Биіктігі бар, үшке тең болса дейді. Шатырды қаптау керек. Енді қараңдар балалар, пирамиданың біз қазір суретін салатын болсақ, бүйтейік, мына жерден суретімен осындай биіктігі бар, үшке тең. Одан кейін табан қабырғалары төртке тең. Енді мынау жалпы балалар, пирамида мына жерде қазір 4 үшбұрыш болып тұр. Бір үшбұрыштың мен ауданын табу үшін маған не керек? Мына жерім төртке тең болып тұр, мына биіктік белгісіз. Ол бізде мына пирамиданың апофемасы деп аталады. Оны табу үшін мен мынаны былай түсірсем, мына жерім 2-ке тең, өйткені ол 4-тің жартысына тең. Биіктік 3-ке тең, демек мынандай үшбұрыш көріп отырмын мен. 3, 2, мынау бізде пирамиданың апофемасы. Бұл 3-тің квадратына 2-нің квадраты 4-ті 9-ға қосқанға тең, яғни түбірасты 13-ке тең болады. Демек, мына жеріміз бізде түбірасты 13-ке тең. Енді осы біреуінің ауданын табатын болсақ, біз 4 көбейтілген түбірасты 13 бөлінген 2 дейміз. Яғни 2 түбірасты 13. Бізде 8 жағы бар да осындай үшбұрыштан бізде. 8-ге көбейтеміз, сонда 16 түбірасты 13 болу керек. Так. Дұрыс келмей алды маяқта. Табан қабырғалар 4-ке тең шаршы деді. Шатырдың биіктігі 3-ке тең деді. 4 жағы бар. 4 жағы бар. Сонда 8 түбірасты 13. 4 жағы бар, я. 4-ке 2-ні көбейтеміз, 8 түбірасты 13. Так, келесі оқу сауаттылық. Так. Қой. Қайтайық онда. Осыны белгілеп. Болды ма балалар, мына жерде ешқандай сұрақтарға претензия жоқ қой, ешқандай сұрақтарға претензия ештеңе жоқ қой. Жаңалықтар ашып жатса дейді. Ағай, бәрін көрсетіп жібересіз ба дейді. Так, давайте. Біріншісі, бір сан ойлады деген x пен шығарамыз, x бір нәрсе деп, x тең деп. Екіншісі, қызанақтың жалпы массасы деген мынау әшейін есеп, пайыз таба саламыз. Мынау теруге байланысты есеп негізі. Мына жерде кестеге байланысты берілген. Мына есепте t-ны квадраттасақ, сөйтіп 1-ді қоссақ, s шығады. t квадрат қосылған 1. 1-ді t-ның орнына қойып, тексеріп көресіңдер нерде. 2 шыға ма деп. Мына жерде әшейін көлемін таптық. Цилиндрдің мына жерде. Так. Жетінші сұрақта балалар. Шеңбердің сыртын қоршап тұратын төрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғаларын қосса тең болу керек деген нәрсе. 8-де қатынас, 9-да әшейін есеп, кітаптың беттерін табу. 10-да арифметикалық орта медиана оңай. 11-де чемпиондар лигасы кесте. 12-де геометриялық есеп. 13-те теңдеу құру керек. 14-те әшейін дәреже. 15-те үшбұрыш негізінде. Үшбұрышты 4 еселей саламыз просто. Маған осының барлығы келді, осы нұсқа дейді.
қиын есеп жоқ па, қай есепті ең қиын деп санасақ болады екен, айтыңдаршы. Сендердің ойларыңызша қай есеп ең қиын? 15 па, әлде 12 қиын емес шығар енді, 15 па, қайсысы? Алты қиын емес деп ойлаймын. 15, 16 шықпайды, 8 тубырасты 13 шығады. Так. 8 тубырасты 13 дейді. Так, мына аяқтай салайық, тестілеуді аяқтау. 5 қосылған 7, 12. 15 балл дейді. Оңай негіз ағай дейді. Жақсы онда балалар, сау болыңдар, рахмет қатысқандарыңа. Келесі кездескенше.